Шағбан айы шамасы келген мұсылманға көптеп нәпіл ораза ұстайтын ай. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзге айлардан гөрі осы Шағбан айында көбірек ораза ұстайтын болған. Сахаба Усама ибн Зайд оның себебін сұрағанда ол: бұл айда барлық істер әлемдердің Раббысына көтеріледі. Менің де істерім Алланың құзырына аузым берік болған күйде көтерілуін қалаймын деп жауап берген екен. Дегенмен қанша күн әрі қай күндері ораза ұстау керектігі риуаяттарда нақты айтылмаған. Сондықтан да қанша күн ұстаймын десеңіз де өз еркіңіз. Мәселен, дүйсенбі мен бейсенбі күндері ауыз бекітсеңіз болады. Сондай-ақ Шағбан айының 13, 14, 15 күндері, яғни 3 ақ күндері ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 15 күні күндіз ораза ұстап, түнін ғибадатпен өткізгеннің сауабы мол. Рамазан айынан өтелмей қалған қаза оразаларды осы айда өтсе болады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Алайда Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана ұстағаны абзал. Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктенген адам болса, ол адамға Шағбан айында ораза тұтудың қажеті жоқ. Өйткені Шағбан айындағы ерікті оразадан Рамазан айындағы парыз ораза маңызды. Рамазан айына 2-3 күн қалғанда ораза тұтпаған абзал. Хадистерге сүйенсек, осы айда бір күн нәпіл ораза ұстаған мұсылман тозақтан 70 жылға алыстайды екен. Шағбан айы оразасында ауыз бекіту дұғасы былай айтылады: Алла разылығы үшін Шағбан айының оразасын таң атқаннан күн батқанға дейін ұстауға ниет еттім. Шағбан айы оразасы ауыз ашар дұғасы: жаратқан ием, сенің разылығың үшін ораза ұстадым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім. Сен берген ризық несібеңмен ауыз бекітіп аштым. Уа кешірімді Алла, менің алдыңғы және соңғы күнәларымды кешіре гөр. Амалдарымыз Раббымыздың құзырына әр түні, әр күні, әрбір дүйсенбі және бейсенбі күндері және Шағбан айында көтеріледі. Алла елшісі адам баласының күн сайынғы амалының көтерілетініне анық мысал келтіріп, жандарында күндіз түні алма кезек ауысып отыратын періштелер бар. Олар таң және екінті намазының уақытында кезек алмастыру үшін жиналады. Содан кейін түнімен сендермен бірге болған періштелер Алланың құзырына көтеріледі. Алла тағала бәрін біліп тұрса да олардан: сендер кетерде құлдарым не істеп жатыр еді деп сұрайды. Періштелер: біз кетерде олар намаз оқып жатқан еді, қайтып барғанымызда да намаз оқып жатыр екен деп жауап береді деген. Берекеге толы Шағбан айын бекерге өткізіп алмай, күндіз ораза ұстап, түнде құлшылық жасаған дұрыс. Бұған қоса сүйікті пайғамбарымызға салауаттар арнаған жөн. Алла тағала мүбарак Шағбан айын және ұлық барағат түндерін баршамызға құтты қылып, осы айда Алла разылығы үшін тағат ғибадатпен өткізуді шын жүрегімізден ынталандырсын. Еліміз көркейіп, дініміз марқая берсін.